Саламатсыздар ма оқушылар? Қазіргі дүниетану пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан халықтарының мейрамдары. Бұл сабақтан сіздер елімізде атап өтілетін мейрамдардың мерекеленуі туралы мағлұмат аласыздар. Сонымен қатар, қандай мерекелер атап өтілетін, мереке күндері адамдар немен айналысатынын білетін боласыздар. Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері достықта және өзара келісімде тату өмір сүріп жатыр. Олардың қатарында 100-ден аса ұлт өкілдері бар. Мысалы, орыстар, өзбектер, украиндар, кәрістер, ұйғырлар және де басқа ұлт өкілдері көптеп саналады. Қазақстанда 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күні ретінде тойланады. Бұл шуақты көктемнің күніндегі мерекеде көңілді би билеп, спорттық ойындар ойналады. Ұлттық мәдени орталықтарымыз Қазақстан халқын әр ұлттың дәстүрімен таныстырады. Бірлік болмай тірлік болмас деген қағиданы ұстанған еліміз үшін бұл мейрамның орны ерекше. Қане балалар, енді сергіп алайық. Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық, оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, бой сергітіп алайық. Біздің елімізде басқа да көптеген мерекелер аталып өтіледі. Олар ұлттық, мемлекеттік, кәсіби болып бөлінеді. Ұлттық мейрам болып 16 желтоқсан тәуелсіздік күні белгіленген. Ал кәсіби мерекелерге дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар күні жатады. Қазақстанда бұл мерекелердің де тойланатын күндері бар. Еліміз дәрігерлер күнін маусым айының 3-ші жексенбісі, мұғалімдер күнін қазанның 1-ші жексенбісі, құрылысшылар күнін тамыздың 2-ші жексенбісінде атап өтуді әдетке айналдырған. Мына жерден өздеріңіз көріп отырғандай, мемлекеттік мерекелерге 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін, 30 тамыз Конституция күнін, 1 желтоқсан тұңғыш президент күнін жатқызамыз. Қазақстан халықтарының мәдениетінде діннің алатын орны ерекше. Біздің елімізде тарихи, мәдени дәстүрі бар негізгі дініміз ол ислам діні болып табылады. Осыған орай еліміздегі діни мерекелердің бірі ретінде Құрбан айт пен Ораза айт аталып өтіледі. Балалар, енді сіздерге тапсырма. Мына берілген сұрақтарға жауап дайындайсыздар. Осымен бүгінгі Қазақстан халықтарының мейрамдары туралы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.